көкпар тартпайды. Мен соған қарным ашады. Көкпарды жаңа жерден іліп алғаннан кейін ана адамнан тарту қазіргі жастардың түсінігі бойынша ең адамгершіліктен азғындап кеткен дейді. Ол дұрыс емес. Анау пилет қылып алып келатыр. Оны қалай тартасың деп не алады. Біздің уақытымызда көкпарды бөлініп алатынбыз, мысалы. Біз ауылда шаптық алғашында. Ауылда болған кезде ауылда адам аз ғой. Сол жерде көкпарда енді адам аз болғаннан кейін қалай бөледі? Мысалы бізді сонау Иірсу деген жерде тұрдым, таудың үстінде бір 30 шақтағы үй бар. Ол жерде қалай шабамыз? Қалай шапқанда бүйтіп бөлетін. Әйелі бар бір бөлек, әйелі жоқ бір бөлек деп. Сонда әкесінен баласы, баласынан әкесі тартып, көкпар сондай қызық болатын. Қазір әкесінен баласы емес, бір ауылдан бір ауыл ешкім тартпайды. Тек апарып салып, ақшасын алып ертерек, елдің ақшасын алып. Соны енді мен